Сәлеметсіздер ме достар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен бірге бисквит дайындайтын боламыз. Дайындалу технологиясына байланысты бисквиттің әр түрлері бар. Шифоновый дейміз, классический дейміз. Бүгін біз қарапайым бисквит дайындаймыз. Бұл бисквиттен әр түрлі десерттер, торттар дайындауға болады. Бірге дайындап көрейік. Бізге керегі 5 жұмыртқа. Үлкен жұмыртқалар болған дұрыс. S1 дейді, немесе отборный деп тұрады. 200 грамм қант, 170 грамм ұн керек, және де 3 грамм қопсытқыш керек болады бізге. Сосын бізге миксер керек болады. Ең алдымен ыдыстарыңыз барлығы құрғақ болу керек. Жұмыртқаларыңызды тазалап жуып құрғатасыздар. Ыдыстарыңыз барлығы құрғақ болу керек. Сол кезде бисквит дұрыс шығатын болады. Енді қантты да бірден қосып, жоғарғы жылдамдықта араластыра бастаймыз миксермен. Араластырып болдым. Қараңыздар, міне осындай іздер қалып көрініп тұру керек. Мына жаңа қопсытқышымызды, не біздің яичная смесь дайын болды. 3 грамм қосамыз ұнға, құрғақ заттарды бірге араластырып. Енді осыны үлкенірек қасықпен аз-аздан салып араластыратын боламыз. Біздің ұнымыз біркелкі араласу үшін. Достар, осы кезде духовка пештеріңізді 170 градусқа қойып, қатты қыздыратын болса 170 градусқа, жай қызатын болса 180-ге қойсаңыздар жеткілікті болады. Пешімізді қосып қоямыз. Дайындап қыза береді. Міне ұнымызды салып, осылай араластырамыз. Жоғарыдан төмен ұнымыз жақсы араласу үшін осылай жасаймыз. Тағы да саламыз. Қопсытқышымыз жақсылап араласу керек. Келесіні салып, дәл солай араластырамыз жоғарыдан төмен. Мынандай комочектар болса, кесек. Осылай барлық ұнды салып араластыратын боламыз. Араластырсақ, көтерілген жұмыртқаның көлемі азайып қалады, отырып қалады. Сосын бисквитіміз дұрыс шықпай қалатын болады. Сондықтан осылай шыдамдылықпен жақсылап араластырамыз. Осыны араластырып, формаға құятын боламыз кольцоның ішіне. Алып, егер сізде мынандай кольцо болса, астына фольга қойып пісіретін боламыз. Менде мынандай кольцо. Шетін осылай жинап, бисквитіңіз көтерілсе, мынау кедергі жасайды. Сондықтан мынау фольганы сыртына шығарып қоюға тырысыңыз. Ал мына шеттерін бұлай жинап қойсаңыз болады. Дайындап қойдық. Енді тестамызды құямыз, достар. Түзу болу үшін осылай сәл қозғаймыз. Сол кезде түзуленеді. Енді апарып духовкаға қоямыз. Достар, міне қызып тұрған пешке 170 градустағы 40 минутқа формамызды қойып, қарап отырамыз. Мынау 20 минут өткен кезде осылай көтерілді. Енді әлі де 20 минут пісу керек. Себебі шапочкасы шығып кетсе, температураны азайтып, немесе түсіп кетсе, оны көбейтіп отыруымыз керек. Міне 40 минут өтті. Біздің бисквитіміз дайын болды. Есігін бірден ашып тастамаңыздар, сәл ашып қойып, бір 5-10 минут тұрсын. Сосын барып ағаш шпажка алып көресіздер. Егер шпажкамыз құрғақ болса, ол бисквитіміз дайын болғаны. Түскен кезде осылай болады, не түп-түзу болып қалады осылай. Енді формадан аламыз. Жабыспай, не түбі бәрі піскен. Пышақпен осылай айналдыра бисквитімізді кесіп алмай аламыз. Әдемі бисквит шықты. Енді бұл бисквитіміз қазір целлофанға немесе пищевая пленкаға орап, холодильникке қойып қоямыз. Достар, міне бисквитіміздің шапочкасын міне сондай биік емес шапкасы, сонда да кесіп алып тастаймыз, осылай түзу болу үшін. Міне сонда бізде түп-түзу осындай әдемі бисквит шығады. Мынандай арнайы пышақ болады бисквит кесетін.
Немесе сіздерде өткір басқа пышақ болса, ұзын тұруға болады. Енді мына бисквитті осылай міне пищевой пленкамен енді холодильникке қоямыз. Міне мен дәл осы рецептпен, бірақ диаметрі кішірек бисквит дайындадым. Бірінші бисквиттікі 24 болған, бұл 18 биік әдем болып пісті. Достар, бұл видео сіздерге ұнады деген сенімдемін. Осылай жасап көріңіздер, сіздерде міндетті түрде шығады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.